Осындай әдемі тойбастарды тігуді үйренгіңіз келе ме? Ендеше менің каналыма подписка жасап, лайк басып, комментарий жаза кетіңіз. Ассалаумағалейкум, менің шеберлерім. Бүгін сіздерге осындай әдемі тойбастар, қалташа тігуді сіздерге көрсететін боламын. Бұл мастер-классы сіздер не үйренесіздер? Тойбастардың табанын дұрыс тігуді, мінсіз жалғауды, мінсіз құрақ тігуді, тойбастардың сыртын ғана емес, сонымен қоса ішін де дұрыс тігуді және де заводской кантпен қалай жұмыс жасауды көрсететін боламын. Тойбастарымызды бастамас бұрын ең бірінші құрақты құрап аламыз. Бізге осыны көлемі 4-4 сантиметрлік диск мата қажет. Оның астына флизелен жабыстырамыз. Себебі бұл диск мата созылмалы және екі түстен осындай лента қажет. Лентаның ені 2,5 сантиметр. Құрақтың астына табандыққа осындай ақ шыт мата қолданамыз. Менің құрағым 15-15 болғандықтан астындағы шыт матаның көлемін 17-17 сантиметр қылып артық 2 сантиметр артық аламыз және осылай бүктеп сызық белгілер саламыз. Енді ең басы ортасынан бастаймыз. Құрағымызды 4-4 сантиметрлік диск матамыз, яғни тырнамызды салып, осылай бір тігіп аламыз. Диск матаны қарасаңыздар, бұрыштары астыңғы сызықтармен дәлме-дәл келіп тұр. Дәл осылай өлшеп сызып тіксеңіздер, құрақтарыңыз мінсіз, тегіс болады, қисайып кетпейді. Көрдіңіздер ғой, 2,5 сантиметрдің 0,5 сантиметрін тігінге қалдырамыз. 0,5 сантиметр және де 2 сантиметр астындағы бүктеген сызықпен дәлме-дәл келу керек. Ең бірінші біз қазір тырна құрағын құраймыз. 0,5 сантиметр осылай тігіске қалдыра отырып, айналдырып тігіп шығамыз. Құрақтың мінсіз тегіс болуы үшін ең алдымен ол ептілік қажет, әбден қолды үйрету керек. Енді тырналарын тігеміз. Осылай флизелен жабыстырған диск матамызды ортасынан бүктеп, дәл бұрышқа қоямыз. Дәл бұрышқа қойып, сол бүктелген ортасынан сызып көрсетіп жатырмын ручкамен. Осылай жүріп өтетін боламыз. 4 жағына да осындай диск мата қойып тігіп шығатын боламыз. Бұрыштарына дәлме-дәл келу керек біздің диск матамыз. Құрақ тіккенде ең бірінші ескеретін жайт, ол матаның түгін төмен қаратып отырып тігеміз. Қолымызбен сипаған кезде білінеді, түгі төмен қарап тұрады. Түгін төмен қарата отырып тігеміз.
Міне құрағымыздың соңғы этапына келдік. Ең соңғы айналымы осы. Ең соңғы айналымында қарасаңыздар, айналдырып тікпейсіздер. Ақ бетіне ақты, қызыл бетіне қызылды қойып тігеміз. Міне құрағымыз дайын. Енді өлшеп аламыз. Менің құрағымның өлшемі 15-15 сантиметр. Артық тігіліп кеткен жерін осылай машинамен алып тігіп тастаймыз да қайшымен кесіп тастаймыз. Сол кезде құрағымыз тура 15-15 болып шығу керек. Артық мата жіптерін осылай қиып тастаймыз. Міне құрағымыз дайын. Енді бізге осындай құрақтың үшеуі қажет. Міне көрдіңіздер ғой, осылай 3 құрақ тігіп аламыз. Енді бұл құрақтарды біріктіреміз. Өз қалауыңызша біріктіре бересіз. Егерде бұлай бірден бекіте алмасаңыз, осылай бейнемен түйреп алсаңыз да болады. Өйткені кейбір кездерде мата сырғып кетеді. Міне бәрі үшеуін біріктірдік. Енді келесі етап үтіктеу. Құрақтарымызды астыңғы жағынан осылай жақсылап үтіктеп аламыз. Енді келесі біз қалташамыздың крышкасы, яғни қақпағын тігеміз. Матаны қиған кезде міне ұзындығы 42 сантиметр. Ені құрақтың өлшемімен өлшейміз. 3 құрақтың өлшемімен бірден өлшеп аламыз. Және 42 сантиметрдің ортасы 21 сантиметр. 21 сантиметрден бөліп, осылай дәл ортасынан бөлеміз 42-ні. Яғни 42-ні дәл ортасынан бөлгенде 21 сантиметрден болады. Бұл қалташамыздың қақпағы. Міне қақпағын кесіп дайындап алдық. Енді бізге кант қажет. Кантты да осы қақпақтың көлемін ұзындығымен бірдей, міне осы енімен бірдей қылып өлшеп кесіп аламыз. Бізге 3 штук қажет. Аздап артық қылып та кесе беріңіздер, 1-2 сантиметр. Өйткені бұл кант созылмалы. Сосын бізге фетр қажет. Фетрдің өлшемі нақты өлшемі жоқ. Ол өлшем құрақтың өлшемімен бірдей қылып аласыздар. Құрақтарыңыз неше сантиметр, міне осылай өлшеп алып, фетрді де дәл солай қиясыздар. Фетр құрақтың өлшемінен, мысалы құрағымыз 15-15 сантиметр болса, 1 сантиметр қысқа болады. Яғни 14 сантиметр болады. 1 сантиметр артығын кесіп тастаймыз. Бірінші өлшеген кезде құрақпен бірдегі өлшеп алыңыздар. Сосын барып сызғышпен осылай 1 сантиметр өлшеп кесіп алып тастаймыз. Ұзындығынан да енінен де 1 сантиметр алып тастаймыз. Бізге сосын 2 табандық қажет, фетр табандық қажет, фетрдан және неден вилюр матадан. Ол фетр табандықтардың өлшемін видеоның соңында қалай өлшемін табу керек екенін көрсететін боламын. Міне осылай ретімен қойып шығамыз. Фетрдің табандығы, фетр, крышка қалтасы, міне крышкасы, бір крышкасы, ортасына кант қоямыз, екінші крышкасы, одан кейін тағы да кант қоямыз. Сосын құрағымыз, одан соң тағы да кантты қоямыз, және соңында вилюрдан жасалған табандықты осы ретімен қойып қоямыз. Ең бірінші біз крышкасын тігеміз, ортасына кант салып,
Ол үшін бізге бір жақты лапка қажет. Міне бір жақты лапкамен бірінші кантты тігіп аламыз. Осылай кант созылмалы болғандықтан оны қатты тартпаймыз және күшпен созбаймыз. Осылай демей отырып тігеміз. Закрепка береміз соңында. Енді екінші крышканы тігетін боламыз. Міне осылай инемен біріктіріп алған дұрыс, неғып түйреп алған дұрыс. Сырғып кетеді, жылжып кетеді. Міне бір жақты лапкамен екінші қақпағын осылай біріністі біріктіріп, беттестіріп тігіп шығамыз. Міне біздің тойбастарымыздың қалтасы дайын. Міне дайын болды. Бұл крышкасы. Енді крышканың бір жағына тағы да бір кантты тігіп шығамыз. Енді келесі етап бұл құрақты тігіп шығамыз кантпен. Крышкамен біріктіреміз құрақты.
міне құрақты тігіп болдық. Енді келесі үшінші кантты тігеміз құрақтың асты жағына. Кішкене кантты тігу оңай емес, осылай қолмен демей отыру керек және тартпау керек қатты созып. Міне үш кантты да тіктік. Қалташамыздың қақпағын және үш кантты құрақты осылай біріктіріп алдық. Енді екінші жағына фетрді тігетін боламыз. Міне фетрді да тіктік. Енді осылай ұзынынан бір сызықпен жүргізіп шығамыз. Тігістеріне сай келу керек. Қараңыздар, осы жағын жақсылап қараңыздар. Осылай тігістері дәл бір-біріне сай келу керек. Оны осылай инемен түйреп қойсаңыздар болады. Міне кант пен кант дәл бір-біріне беттесіп тұру керек. Осылай беттестіріп алып, бір тігіспен тігіп шығамыз. Енді осылай бір сызықпен әдемілеп бір тігіспен тігіп алдық. Енді табандықты тігеміз. Велюрдан жасалған табандықты тігеміз. Құрақ жағына осылай инемен әдемілеп түйреп аламыз.
міне велюрдан жасалған табандықты тіктік. Енді осылай аударып бірінші фетрдан жасалған табандықты тікпес бұрын бірінші аударып көреміз. Дәл келе ма фетрға, осылай бірінші өлшеп көріп аламыз. Міне осылай қарап көріп аламыз. Бәрі жақсы, ойдағыдай. Енді фетрдан жасалған табандықты тігетін боламыз. Табандықтың диаметрін қалай шығару керек екенін видеоның соңында көрсететін боламыз. Сызып, видеоның соңына дейін көріңіздер. Табандықты барлығын түгел тігіп тастамаймыз. 6-7 сантиметр тікпей тесік қалдырып кетеміз. Ол бізді қазір немізді айналдыру үшін қажет. Айналдырып кері бетіне аударғанға қажет ол тесік. Қазір көресіздер. Міне осылай 6-7 сантиметр осылай тесік қалдырып кеттік. Енді осы тесіктен біздің нелерімізді, қалташамызды шығарамыз. Оңғаратамыз. Міне барлығын осылай оңғараттық. Қалдырған тесігімізді қазір машинамен сыртынан тігіп тастайтын боламыз. Закрепка беріп, міне тігісімізді аяқтаймыз. Осымен біздің тойбастарымыз міне аяқталды. Фетрді құрақтың ішіне саламыз. Осылай қолымызбен жақсылап қалыпқа келтіреміз. Міне бұрыш-бұрыштарын, бұрыштың барлық жиектерін, шеттерін бәрін келтіреміз осылай. Сосын барып жоғарғы жағына арканмен байлап қоямыз. Қазір менде аркан болмай тұр, пока сіздерге кантпен байлап көрсететін боламын. Енді мен сіздерге осындай табандықтың өлшемін қалай шығару керек екенін көрсететін боламын. Бірінші біз құрақты өлшеп аламыз. Құрағыңыздың өлшемі неше сантиметр? 15-15 сантиметр болса, міне 15 сантиметрді белгілейміз, және 15 сантиметрдің дәл ортасы 7-5 сантиметрді нүкте қойып қоямыз дәл ортасына. Міне осылай. Сол 7-5 сантиметр ортасы болып қалады. Міне айналдыра отырып 15 сантиметрден осынан белгілеп сызып нүкте қоямыз. Егерден циркулдарың жоқ болса, осылай да өлшеп қоюға болады, циркульмен де өлшеуге болады. Міне сызып болдық. Енді нүктелерімізді бір-бірінен біріктіреміз. Біздің неміздің тойбастарымыздың табандығының лекаласы дайын.
бұның өлшемі әртүрлі болады, өзіңіздің тіккеніңізге қарай. Егер де сіздің құрағыңыз 12-де 12 болса, 12-де 12 сантиметр етіп өлшейсіз.